Географияны жиһангездердің зерттеуі деп түсінеді көбісі. Ғалымдар планетаның бейнесін бір жерге жинап, зерттелген жерлердің барлығын картаға басылды. Сонымен бұл тақырып жабылды деген сөз емес. Қазір техниканың заманы. Жыл сайын технологияның дамуы қосымша зерттеулер мен ашулар жасауға мүмкіндік береді. Авиация, космонавтиканың кең көлемде енуі географтарға жер бедерінің жаңа қырларын көруге, әлем картасына дәлме-дәл сызулар мен ақпарат беруге көмектесіп отыр. Мынау менің жерім, Қазақстан. Ол әлем картасының бір бөлшегін алып отыр. Жерінің көлемі жағынан дүние жүзі бойынша 9-шы орында. Мәселен, республикамызға Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланды және Жапония мемлекеттері сыйып кетеді. Қазақстан Еуразия материгінің орталығында орналасқан және екі дүние бөлігін қамтиды. Осыны ескеріп, алып мемлекетте туылған соң, география саласы маған лайықты деп таңдадым. Осы география пәнін таңдаған негізгі себебім, осы жастайынан әкем маған карта сыйлаған. Сол 6 жастан бастап осы картаға қарап, мемлекеттерін қарап, мемлекеттердің туларын қарап, астаналарын қарап жаттап жүргенмін. Сол жастайынан қызыға бастадым. Көптеген арналардан беретін қызықты деректі фильмдерді көріп, географияға қызығушылығым одан сайын артып, жаһанды тануға ұмтылдым. Кішкентайынан атақты тележурналист Николай Дроздовтың «Жануарлар әлемі», белгілі жиһанкез Михаил Кожуховтың бағдарламаларын қалдырмай, онымен бірге саяхаттап жүргендей әсерін алатын едім. Өйткені ол жүріп өткен көптеген елдер, олар туралы мәлімет, географиялық жағдайы, табиғат ресурстары, халқы туралы, экологиялық жағдайын өз көзімен көргім келді. Темірлан басқа мемлекеттердің тынысы, онда тұратын халық, олардың әл-ауқаты, жағдайына ықылас бөлетін. Зейін қойып тыңдап, көз алмай отырған баланы көріп, бізде өз тарапымыздан оған демеу ретінде сол бағдарламалардың дисктерін және энциклопедиялар мен түрлі кітаптарды сатып әперетін едік. Міне, осылайша жастайымнан жаратылыстану ғылымдарына құштар болып өстім. Бүгінде мен Астана қаласының нөмір 62 мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Өсе келе білімді, ақыл ойымды, дүние танымды кеңейтуге мектебім әсер етті. Енді бір күні ол айтады, осы Рушан Жомбекні су ішеміз, газ барлықсы экология көріп отырсызға қандай. Енді мен осы географияға ауысып кетем деп өзі бір күні сол маған ойындағы айтты мамандығын. Ал жаңалыққа ұмтылып, алға жетелеп отыруға география пәнінен сабақ беретін ұстазым Алма апай осы үлкен жауапкершілікті түсініп, өз міндетіне белсене кірісті. Бұл программа мектеп бағдарламасынан басқа да бала қосымша іздену керек. Жаңа сарамандық жұмыстарды, картаны қалай сызу керек, және мынау азимутты қалай таба білу керек, мынау горизонталь сызықтарды қалай анықтау керек. Барлығын бала білу керек. Қосымша ізденудің нәтижесі деп өзім ойлаймын. Алдымен мектепшілік олимпиада, жобалардан қалмай, жүлделі орындар алып, белсенділік таныттым. Жоғары көрсеткішпен облысқа өтіп, одан республикалық пән олимпиадасына жолдама алдым. Республикалық олимпиаданың негізгі ерекшелігі бұл жерде тапсырмалардың деңгейі ерекше болады. Мысалы, биыл тапсырманың деңгейі халықаралық олимпиаданың деңгейімен сәйкес келген болатын. Соған байланысты осы қазіргі таңда осы Қазақстан құрамасын халықаралық олимпиадаға дайындау есебінен тапсырмалар да күрделі болды. Бірақ тапсырмаларды шештім бәрін. Тапсырма күрделі болса, соншалықты ол қызық болады. Еңбек арқылы, оқу арқылы осындай жетістікке жеттім. Соңғы жетістігім осы республикалық олимпиадада алған бірінші орын болған. Бұл жаңалықты естіп, емірене құшағына алған анамның жасқа толы жанарынан қуаныш пен ризашылықты оқынғандай болдым. Иә, ата-ананың көз қуанышы болу деген қандай бақыт.
анамның бұрқыратып қайнатқан ыстық шайын ішуге отбасы болып дастархан басына жиналамыз да сабағым, мектебім жайлы, тіпті елімізде болып жатқан мәселелерге дейін талқылаймыз. Как вот мама, я переживала, потому что ему было... Алғаш мектепке барғанда орыс сыныбына берген едік. Кейін әкесімен ақылдасып, ойлана келе қазақ мектебіне ауыстыруға бел будық. Бір жағынан ана ретінде Темірланның мектеп ауыстырғанын уайымдадым. Мұндай жағдай балаға, оның сабағына қиын болатынын білесіздер. Алғаш ата-аналар жиналысына қатысқанымда сынып жетекшісінің жанына барып, баламның оқу үлгерімін сұрадым. Сол кезде мұғалімнің берген жауабы Темірланның қиналып жүргенін сеземін, алайда оған қарамай алға ұмтылады. Соның арқасында қиындықты жеңіп жүр дегенде жүрегім орнына түсті. Меня Тамерланчик радует. Я чувствую, что ему тяжело, но мне нравится его рвение, умтлады. Вот она сказала слово умтлады. Мен ойымша қиындықты жеңу үшін ол біріншіден өз-өзіне сенімді болу керек. Әрқашанда мен білмеймін деп өзіне айтпау керек. Ешқашан тек қана мен білемін деп осындай ниетпен қиындықты жеңе білу керек. Екінші жағынан ол оқу, мысалы, ол тәжірибе алу, ол өз қателіктерінен оқу деген сияқты. Ал әкем не айтса да, менің ойымды терең қозғайды. Әкемнің берген тәрбиесі мен айтқан кеңесін тыңдап, әрдайым үлгі аламын. Меніңше ұл мен әкенің арасы бір-біріне сенім болу керек. Мен әке ретінде оған үлкен сенім арттым. Но бірақ оған айтқаным ақырғы результаты маған қажет емес, өзіңе бәрібір керек болады түбінде. Сондықтан сен бар неңді, бар біліміңді, уақытыңды біріншіден өзіңе деп арна. Қазіргі таңда ойы жүйрік, танымдық деңгейі жоғары интеллектуалдық оқушылардың дарынын ашу, дамытуға арналған түрлі жобалар бар. Солардың бірі 21 ғасыр көшбасшысы атты интеллектуалдық ойыны. Олимпиадалардың кезінде маған беретін әсерім негізгі ол басқалармен осы пәнді қалай білетін, пән деңгейін қалай білесін және басқалармен бәсекелестік деңгейі қандай екен жоғарыда. Сол бәсекелестік арқылы мен ойлаған бірінші болғым келеді деген мақсат болған. Қазіргі кезде мынау Кәкен Тамерлан менде республикалық олимпиадаларға қатысты. Былтыр 2012 жылы Ақтөбе қаласында өткен республикалық олимпиадада ол қола медаль иегері атанды. Мінекей биыл 2013 жылы Талдықорған қаласында өткен республикалық олимпиадада география пәнінен алтын медаль иегері атанып, қазіргі кезде мінекей Алматы қаласында 2 рет сбор болды. Сол сбордан Жапонияға өтіп отыр, Киото қаласына барады. Спорт тек сайыстардан, жан алысып, жан беріскен жарыстардан ғана тұрмайды. Мысалы, тақта үсті ойындарға жататын тоғызқұмалақ. Ол адамның ойлау қабілетін дамытып, ойын барысында сезімталдықты шыңдайды. Ал жаныма ең жақыны стрит-воркаут деп аталатын көше спорты. Қазіргі таңда бұл спорт түрі күннен күнге дамып келеді. Және жастардың да құлшынысы артып, осы спорт түрімен айналысам дегендердің саны артуда. Осы әр сабақтан кейін мен осы күнде осы ауаға келіп жаттығуларды жасауға тырысам. Жалпы бұл спорттың түрі негізінен стрит-воркаут дейді. Яғни көше спорты. Бұл біріншіден мен осы спортты таңдаған себебі ол біріншіден бостандық. Яғни әр күнде келіп, осы ауаға келіп, жаттығып, бірнеше жаттығуларды жасап, белгілі бір программа бойынша жасауға болады. Оған ешнәрсе, мысалы, ақша төлеуге керек емес. Кез келген уақытта, кез келген жерде
әрбір мысалы қаланың ауласында осындай брусьялар мен турниктер бар. Сол арқылы мысалы күнде келіп жаттығу жасауға болады. Кей күндері сабағымды оқып болып, қаламыздың әсем көрінісін тамашалауға саябаққа барып отырамын. Айналаға қарап, терең ойға бататын сәттерде болады. Ойлар түбінде барлығы араласып, құраласып жатады. Оның ішіндегі қатты толғандыратыны қайсысы десеңіз, әлемдік масштаб бойынша басты проблема ол экология. Күн сайын өнеркәсіп пен зауыт санының көбею салдарынан атмосфераға тарайтын зиянды заттардың қатары артып, жалпы Қазақстан экологиясының нашарлауына әкелуде. Қазіргі таңда осы экология жағдайы Қазақстанға өте керек нәрсе. Болашақта әсіресе. Сондықтан қазіргі таңда мысалы индустриализация бағдарламасы жүріп жатыр. Көптеген мемлекеттің бағдарламалары бар. Индустрияландыру деген сияқты басқаларды. Сол себепті экологияны да ұмытпау керек. Ақшалай қаржы жағдайы мысалы аз бізде Қазақстанда. Ол небәрі біздің бюджеттің 1% ғана құрайды экологияға бөлінетін. Болашақта оны көбейту керек. Екіншіден, ол таза энергия көздерін пайдалану керек. Сондықтан экологияның тазалығын қазірден ойлану керек. Қазақстанның ғажайып табиғатын сақтау, келешек ұрпақ біздің қолымызда. Қоршаған ортаны өркендетуді мақсат етіп, қазақ географиялық қоғамның бір бөлшегі ретінде болашақта қызметімді аямаймын. Өз басымнан бір бағдарлама енгізсем, осы мемлекет оны қолдаса, онда ол менің бір Қазақстанға қосатын үлесім деп есептеймін. Болашақта өз маманның иесі атанып, өзімнің жұмысымда, өзімнің атқаратын істерімде осы суда жүзетін балық дейді ғой, сондай сол сияқты болғым келіп тұр. Өз жұмысының, яғни профессионал ретінде. Елестетіп көріңізші. Тұрған жерімізден шамамен 100 шақырымдай аспанға көтерілсек, жердің тынымсыз тіршілігін биіктеп көреміз. Ол үйден 100 шақырым жерге көлікпен барумен тең. Алайда екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Бұл тек кішігірім салыстыру. Ал мен мыңдаған шақырым жерлерді өзім айналып шыққым келеді. Тек Еуропа, Азия ғана емес, дүние жүзін шарлап жүріп, кең ауқымды саяхат жасасам. Шіркін, бір көрсем деген қиялдайтын бала кездегі арманымды жүзеге асыруға асықпын. Егерде ертең биік шыңға жетсем, сендерді далаға тастамаймын дегенге келтіреді. Оған мен өте қуаныштымын. Мен арманым жалпы жер шарын мысалы дейді ғой, жер шарын мотоциклмен айналып шығу, сол айдап, мотоциклмен айдап. Солай Қазақстанды танытқым келіп тұр. Себебі әлі де жер шарын бірде бір қазақ баласы солай істеген жоқ.